10-шы сынып алгебра 5-48 есеп. Яғни, мынау бірінші берілген көп мүше, мына көп мүшеге бөліне ме дейді. Берілген жазып алдым. Енді біз бірінші жақшаларды ашып, ықшамдап шығамыз. Мен бірінші мына кішкентай жақшаны ашқым келіп тұр. Бірінші ашып алайық. X квадрат минус 8 квадрат. Яғни бұл бізде қысқаша көбейту формуласы. 7-ші сыныптағы еске түсіре кетейік. А минус В-ның квадраты деген формула барады. А квадрат минус 2АВ плюс В квадрат деген. Осы формула арқылы ашамын. Яғни x квадраттың квадраты x-тің 4-ші дәрежесі болады. Одан кейін минус 2АВ дейді. Яғни 2-ге көбейтемін. Мен 8-ді және x квадратты. Мен сразу жазайын деп тұрмын. 16x квадрат болады. Одан кейін 8-дің квадраты 64. Яғни мен бірінші жақшаны ашып алдым. Енді мынау көп мүшені жақшаларды ашып ықшамдаймыз. Так, мен мына жерге қайта-қайта жазбастан сразу ықшамдап кетейін. Бірінші қалай ықшамдаймыз? Жақшаны ашатын кезде x-тің 4-ші дәрежесін әрбір мына мүшелеріне бір мүшелерге көбейтіп шығамыз. X-тің 4-ші дәрежесін көбейтеміз. X-тің 4-ші дәрежесіне дәрежелер ол кезде уже қосылады. X-тің 8-ші дәрежесі. X4 дәрежесін 11x квадратқа көбейтемін. Берілгенде квадрат қой, квадратқа көбейткен кезде 10... Қараңыз, мына жерде минус 11-дің алды. Мынаны алды плюс, сонда минус таңбасы жазылады. Таңбаларға абай болу керек. 6 болады. Одан кейін x-тің 4-ші дәрежесін көбейтемін 24-ке. Плюс 24 x-тің 4-ші дәрежесі. Одан кейін минус 10-ды әр қайсына көбейтіп шығамын. Минус 10-ды көбейтемін x. Так, минус 10 x-тің квадраты мен 4-ші дәрежесі қосылып 6-ші дәреже болып кетеді. Минус 10-ды минус 11-ге көбейткен кезде минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс 110 x квадрат, x квадрат, яғни x-тің 4-ші дәрежесі болады. Дәрежелер қосылады. Минус 10-ды көбейтемін. Так, 24-ке минус 240 x квадраты бар өзінің. X квадрат. Енді 16-ны көбейтіп шығамын. Так, қосу. 16-ны x-тің 4-ші дәрежесіне көбейтемін. 16 x-тің 4-ші дәрежесі минус 16-ны 11-ге көбейтемін. 16-ны 11-ге көбейтіп жүрсек 6, 1, 16, 6, 7, 1, 176 болады. Так, 16-ны минус 11-ге көбейтетін болсақ, минус 176 x квадрат. Одан кейін 16-ны 24-ге көбейтемін. 16-ны 24-ге көбейтсек, 24 2 ойда, 64, 12 бір ойда, 2 ойдағымен 3. Сонда 4, 8, 3, 384. Так, 16-ны 24-ге көбейтетін болсақ, 384 тең. Енді ұқсас мүшелерді біріктіріп шығамын. Так, мен 8-ші дәрежені бірінші жазайын. Тең x-тің 8-ші дәрежесі. Бізде 7-ші дәреже деген жоқ, сондықтан 6-ші дәрежелерді біріктіріп шығамын. 6-ші дәреже. Минус 11, минус 10. Яғни таңбалары екеуі де минус болғандықтан қосылады. Сонда минус 21 x-тің 6-ші дәрежесі. Келесі 4-ші дәрежелер. 24 x-тің 4-ші дәрежесі, 114 және 16. Так, 24-ке 110-ды қосатын болсам, 134. 134-ке 16-ны қосатын болсам, 134, 16, 0, 5, 150. Так, 24-ке 110-ды қосатын болсам, 134, 134-ке 16-ны қосатын болсам, 150. X-тің 4-ші дәрежесі және 240 x квадрат, 176 x квадрат. Екеуінің алды да минус, сондықтан қосылады, бірақ минус таңба жазылады. Так, 6, 7-ге 4 қосатын болсақ,
Былай жаза салайықшы. Так, 240, 176. 6, 11 бір ойда. 3, 4, 416. 176-ға 240-ты қосатын болсақ, 416. X квадрат. Сосын бізде бос мүше плюс 384. Так, барлығы жазылды, е? Енді осы көп мүшені біз мына көп мүшеге бөлеміз. Енді мен кішкене жинақы етіп жазып алайын, е? Так. X-тің 8-ші дәрежесі минус 21, X-тің 6-ші дәрежесі қосу 150, X-тің 4-ші дәрежесі минус 416, X-тің квадраты қосу 384. Так, бөлемін. Бастапқыдағы біздің ашып алған көп мүшеміз жазамын. X-тің 4-ші дәрежесі азайту 16, X-тің квадраты қосу 64. Енді X-тің 8-ші дәрежесі шығу үшін мен X-тің 4-ші дәрежесінен беремін. Екеуін көбейтсем, X-тің 8-ші дәрежесі шығады. 16-ға көбейтетін болсам, минус 16, X-тің 6-ші дәрежесі шығады. Көбейтетін болсам, плюс 64, X-тің 4-ші дәрежесі шығады. Енді бір-бірінен азайтамын. Сонда X-тің 8-ші дәрежесі мен X-тің 8-ші дәрежесі жойылып кетеді. 21-ден 16-ны алатын болсам, 5, е? Мына жаққа жаза берейін. 5, минусы бар алдында 5, X 6-ші дәрежесі. 150-ден 64-ті алатын болсам, неше болады менде? Так, 6, 8, 86. X-тің 4-ші дәрежесі. Так, минус 416 X квадрат плюс 384-тің өзін жазып қойын түсіріп. Одан кейін 5 X 6-ші дәрежесі шығу үшін, алдында минусмен шығу үшін, мен минус 5 X-тің квадратынан беремін. Екеуін көбейтемін. Минус 5 X-тің 6-ші дәрежесі. Екеуін көбейтемін. Сонда 80 болады. 16-ны 5-ке көбейтетін болсам, минус пен минус плюс болады. Плюс 80 X-тің 4-ші дәрежесі. Екеуін көбейтетін болсам, минус пен плюс бізде минус болады да. Так, 32. 320 X квадрат. Арғарай. Так, енді минус 5X 6-ші дәрежесі екеуі бір-бірімен қысқарып жойылып кетеді. То есть, одан кейін 86-тан 80-ді алатын болсақ, 6X-тің 4-ші дәрежесі. Одан кейін азайтамын. Яғни, мына жерде 416-тан 320-ны аламын. 6, так, 9. Что? 96 X квадрат плюс 384. Енді 6X-тің 4-ші дәрежесі шығу үшін мен плюс 6-ға көбейтемін. 6-ға көбейтсем 6X-тің 4-ші дәрежесі шығады. 6-ға минус 16X квадратты көбейтетін болсам, минус пен плюс минус болады да. Минус 6, 96 болады. 96X квадрат болады. Одан кейін 6-ға 64-ті көбейтетін болсам, 384 болады. Сонда барлығы бір-бірімен жойылып кетеді. Қалдық жоқ. Яғни Rx тең 0. Демек, бастапқыда берілген бірінші көп мүшеміз мынау екінші көп мүшеге бөлінеді екен. Қалдықсыз. Қалдық 0-ге тең.